Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге сөйлеу мәнерін жетілдіруге арналған 7 кеңеспен бөлісемін. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, білесіздер, егер де сіздер өздеріңіздің дикцияларыңызды тез арада дамытқыларыңыз келсе, онда менің телеграм каналыма тіркелсеңіздер болады. Каналда дикцияны дамытуға арналған өте көптеген жаттығулар бар. Каналға тіркелу үшін комментарийда көрсетілген номерға жазсаңыздар болады. Сөйлеу мәнері бұл да бір өнерге жатады. Өйткені ақындық өнер, әншілік өнер, ағаш шебері, мысалға ол да ағаш өңдеу де өнер болып табылатын болса, жалпы сөйлеу мәнері де ол да бір өнер, өйткені ол кез келген адамның қолынан келе бермейді. Сол себепті біз оны сөйлеу өнері деп те атаймыз. Мысалға сіз өте әдемі түрде сахнаға шығып сөйлейтін болсаңыз, тіпті сізді қарағысы келмей, немесе сізді жақтырмайтын адамның өзі де сіздің сөйлеп жатқан сөзіңізге мән беріп қарайтын болады. Өйткені сіздің әдемі сөйлеу мәнеріңіз ол адамды да еліктірмей қоймайды. Олай болса, достар, видеомызды бастайық. Сіздер дауысты дыбыстардың шығуына ешқандай кедергі болмау керек екен. Өткен видеоларда мен сіздерге дауысты дыбыстарға байланысты жаттығуларды көрсеттім. Сол жаттығуларды сіздер жасау керексіздер. Ал екінші кезекте ол бізде денемізді тік ұстауымыз керек. Яғни біз ешқандай бүкіремей, тіке тұрып өзіміздің сөйлемімізді бастауымыз керек, және өзіміздің жеткізетініміз ойымызды осылай тіке тұрып, және де ешқандай бүкіреусіз тіке тұрған күйде жеткізсек, біздің ойымыз айшық әрі анық болады. Сол себепті де сіздерге, егер де көпшіліктің алдына барып сөйлеген кезде отырмай, тіке тұрып сөйлеуге кеңес беремін. Ал үшінші кезекте бізде жақ, иекке арналған, тіске арналған жаттығуларды жасау керексіздер. Сонда сіздердің жақтарыңыз да кез келген сөзді айтқан кезде ешқандай қиындықсыз ашылып өзінің қалпына келеді. Егер де сіздер ондай жаттығуларды жасамайтын болсаңыздар, онда сіз анық, нақты сөйлей алмайсыздар. Яғни сіздің жақтарыңыз, иектеріңіз кедергіге ұшырап шыққан, яғни аузыңыздан шыққан сөз басқаларға түсініксіз болып қалуы мүмкін. Достар, ең маңызды факторлардың бірі ол жалпы сіздер бір сахнаға шығардан алдын немесе маңызды кездесудің алдында өте салқын немесе өте ыстық тағамдарды қолданбаңыз, және ащы, тәтті тағамдарды да қолдануға болмайды. Егер сіздің сөйлеген сөзіңіз бәріне түсінікті және өзіңіздің ойға қойған мақсатыңыз орындалсын десеңіз, онда осы тағамдардан бас тарта тұрғаныңыз дұрыс болады. Жалпы тағамдар туралы да негізі мен өзімнің видеоларымда толықтай айтып кеткен болатынмын. Әсіресе қандай тағамдарды жеу керек, немесе қандай тағамдарды жемеу керек, дауысқа кері әсері барлығы туралы. Ал одан кейінгі кезекте жалпы бізде ішімдік ішпеуге және газды сусындарды да қолданбауға тырысыңыздар. Егер де сіздердің дауыстарыңыз ешқандай кедергісіз шықсын десеңіздер, онда осындай жалпы тағамдарды сіз өзіңіздің рационыңыздан 1-2 күнге шығара тұрғаныңыз дұрыс болады. Жалпы ол сіздің денсаулығыңызға да және дауысыңызға пайдалы әсерін тигізеді. Ал келесі кезекте 7-ші кеңес, ол бізде дем алу жаттығуларын жасаңыз. Жалпы сіздерге айтып кеткенімдей, тек қана сіздер тамақпен немесе кеудемен емес, диафрагмамен тыныс алуды үйреніп, сол жаттығуларды жасауларыңыз қажет болады. Сонда ғана сіздердің дауыстарыңыз өте әдемі, бәріне түсінікті болады. Егер де достар, бүгінгі видео пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің достарыңызбен де бөлісіңіздер. Олай болса, бүгінгі видео аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.